сіздің өзіңізге салып тұрмын, ана жігіт екеуміздің ортамызда болашақ бар ма, неге ойы өзгере береді, маған деген ой қандай деп салдыртып жатырсыз. Мен солай түсіндім сізді. Иә, сол жігітке салып жатырмын сіздің өтінішіңіз бойынша. Бұл жігіт бір қазір көп бір ойда жүр. Сары уайым дейді ғой, депрессияда жүр. Жаңағы алдыңғы уақытта не істесем екен деп, сол сары уайымы жаңағыдай сіздің орталарыңызға байланысты болып тұр. Қалай қылсам екен деп сондай жағдайын көрсетеді. Мына оң жақ бүйірі қысылып, сол жақ бүйірі тоқ, қырықтың бір жегінде үміттенеді, әлі де траштанып, тырмысады сізбен бірге болсам ба екен дегенде. Бірақ екі босаға сергелдеңге түсіп, жаңағы мынау құйысқаны берік болып, қазіргі таңда не істерін білмей, қасындағы адамдардың, айналасындағылардың үгіт насихаты не болып тұр, ықпалы күшті болып тұр. Солардың сөзінен шыға алмай тұр бұл бала. Қанша дегенмен де сізді де қимайды. Олардың да сөзі жаңағыдай айта бергеннен кейін орысшада бар ғой, вода камень точит деген. Сондай бір жағдайда тұр енді бұл жігіт. Ортасы елеңдеп, бәрі не істерін білмей, алдыңғы уақытта жаңағыдай қойған мақсаты сізге байланысты жалпы бір үлкен алаңдаушылық, әбіржулікті көрсетіп тұр. Әрине бір үміттеніп тұр, бола берсек қалай болады деп бір қимыл жаңағыдай бір әрекет жасап, тірлік жасайын десе батылы жетпей, сондай жағдайда мынау тұрған екі жақ, мынау енді құйысқаны деген арақатынас қазіргі жағдайда бұл енді олжалық қой енді. Бірақ қазіргі олжада бір арақатынастарыңыз сол екі жақты болып шатқалақтап сондай жағдайда тұрғаныңызды көрсетіп тұр. Қызым, енді жаңа сіздің сұрағыңызға болашақ өте бұлыңғыр болып тұр. Өйткені бұл жігіт сізді қимайды. Мен айтып отырмын ғой. Мынау жараның бетін тырнаған сайын жазылу өте қиын ғой, ауыртып, жыртылып, сөйтеді, сол сақылда болып тұр бұл жігітті. Сізден қоя салайын десе қимайды, қоймайын десе қасындағылардың күнделікті араласып жүрген жолдасы ма екен, әлде жақындар ма, солардың да сөздері өтіп бара жатыр. Сондай жағдайда болып тұрғандағысы. Енді сіз маған не істеу керек дейсіз? Мен енді сізге не айта аламын? Мен тек қана сізге жай өзімнің бір ақылымды айтайын, ойымды айтайын, бөлісейін сізбен. Әйел затынан тағы да қайталаймын, әйел затынан айла қалмаған. Жігітті осы ұстап қалан десеңіз, бірінші Алланың бұйрығы, екінші сіздің өзіңіздің әрекетіңіз. Барын салып, айтып тұра жоқпын ба, жаңағыдай жұмсақ көрпеше сияқты төсеніп, бүкіл тәттісін алдына қойып, арқасына қағып, өзіңізге үйіріп алу керек бұл жігітті. Шындап келгенде солай енді. Енді сіз мені сұрап тұрсыз ғой, не істейін әлі деп. Енді менің ақылым осындай, енді қарағым. Ойым, пікірім осындай. Ал жігіт әрине сізді жақсы көрмейді емес, жақсы көреді, қимайды. Бірақ қасындағылардың айтқан жаңағы үгіті, насихаты, ықпалы өте күшті болып тұр. Сондықтан ол сіз жалғыз жолдастар емес, жақындар болуы да мүмкін. Тағы қайталаймын, оларға қарсы тұру, оның үстіне жаңағы жігіттің теңселіп тұрған көңіл күйіне қарсы тұру енді оңай емес. Ал енді бірақ осыған бәріне шыдап төтеп бере алсаңыз, әрине қуанышыңыз алдап тұр сіздің. Ол үшін өзіңіздің бір Аллаға сыйынып, жаңағыдай өзіңіздің талпынысыңыз, стремление дейді ғой, упорствоңызбен сол жеңесіз осының бәрінде.